Ақан ютубтан түскен ақшасына Қытайдан неше түрлі антистреске тапсырыс берді. Біреуі арзан болса, басқалары қымбат. Қызы екен достар, қайсысы жақсы, қымбаты ма әлде арзаны ма? Сонымен қатар біз видеоның соңында менің балалық шағымдағы антистресті бірге жасайтын боламыз. Ақан, қаншама заказ бергенсің? Олай болса, достар бәріне сәлем. Қалдарың қалай? Бізді сағынсаңдар, осы видеоның астына лайк басып, міндетті түрде комментарий жазуға ұмытпаңыздар. Және подписка істеу. Дұрыс айтады достар, міндетті түрде тіркеліп алуға ұмытпаңыздар. Ал Ақан, сен өзің не тапсырыс бердің білесің бе өзі? Білесің бе қаншама ақша кеткенін? Әрине. 1 теңге, достар, сендер солай ойлайсыңдар ма, 1 теңге кетті деп? Бұған қарасам 1 теңгеден көп сияқты ғой, құрсын, айналайын. Әйтеуір карточкамда ақша қалмай қалды ғой. Бірақ жарайды. Өзі ақша тапқандықтан ютубтан өзінің ақшасы болғандықтан үндемейміз. Қазір бұл жерде не бар екенін көреміз. Дайте кеттік, достар. Мәнше неше антистресс санап берші, құрсын. Бәрі ашқанша таң ататын болады. 2 Тез санасы айналайын. 4 5 6 7 8 9 10. 12. Достар, бір ауыр ғой кәдімгідей. Давайте бірінші біз коробканың ішіндегі емес, осы пакеттің ішінде қандай антистресс бар екенін көрейік. Достар, және де қазір осы распаковкадан кейін менің балалық шағымдағы қандай антистресс қолданатынымызды көрсететін боламын, оны біз бірге жасайтын боламыз. Ақан да білмейді қандай екен, сондықтан қызықты болады. Кеттік. Бірінші ол бізде қара түсті пакетик. Ашып қарайық. Ішінде не бар екен? Пакеттің ішінде пакет. Ух ты! Мынау не? Мынау не? Ақан, не бергенсің тапсырыс? Брелок па? Қараңыздар достар, машина бар ғой. Машинаға брелок қой. Например, қолында ұстап антистресс қой бұл да. Антистресстің түрі ғой, бүйтіп отырасың. Вообще қызықты емес. Просто какая фигня. Олай болса кеттік достар. Екінші затты ашатын боламыз. Ух ты! Депа. Бұның ішінде осындай зат. Қазір оны ашатын боламыз. Пакет бізге керек емес. Так, достар, қараңыздар. Ақан, қалай ойлайсың? Может, сен білетін шығарсың мені? Сен ғой тапсырыс берген. Не ол? Короче, достар, бұл робот. Шынды айтсам, маған бұндай антистресс қатты ұнамайды. Саған ше, Ақан? Маған жоқ. Үшіншісін ашайық, достар. Үшіншісі Ақан. Кішкене сен робот. Мынаны қараңыздар сіз. Қызықты. Темір терсек заттарды ала беріпсің ғой, акулет. Мынау, бұл не екен? Тұратыр, қалай істейді? Мүмкін сен білетін шығарсың. Бұл антистресс. Спиннер? Спиннер антистресс сияқты, я? Достар, комментария жазып кетіңіздер, егер де білетін болсаңыздар. Кәне мен саусағым үлкен ғой, үлкен кісілерге шығар. Былай шығар, достар, мен ойымша. Былай шығар. Қолмен жасайтын антистресс екен. Шынымды айтсам ыңғайсыз. Бұл деген күн сайын істеп үйрену керек шығарсын досын айналдыру үшін. Сондықтан бұндай антистрессті мен алмаушы едім. Бұл спиннер ғой, достар. Непонятный спиннер. Ал, достар, келесі біздің кішкентай пакетигімізді ашайық. Мынау не тағда? Қалай ойлайсыңдар? Магнитик па? Магнитикқа тұртсақ, мен көрейш бірінші. Мынау магнитик қой, антистрессқа жатпайды ғой, Ақан. Жатады. Достар, бұл антистресс дауысы шығатта и типа успокаивает. Міне қараңыздар, тыңдаңыздар. Білмеймін, лично мені бұл наоборот успокаивать етіп жоқ. Сондықтан бұл магнитигіміз холодильнигімізге жақсы болды. Рахмет, Ақан. Бұл ешқандай антистресс емес. Достар, келесі 5-ші кішкентай пакетикімізді ашайық. Енді ішінен темір терсек шыға беретін болды.
мынау не чайник позолотистый не мынау. Арабская Боже мой. ночь. Арабская ночь. Достар, бұл Гарри Поттердағы квидичта ойнайтыны ғой мынау. Былай не істейміз? Бұл да спиннердің бір түрі ғой примерно. Жоқ, Вау, бес. прикольно. Бірақ ауыр ғой, негізі мен ойымша антистресс деген жеңіл, қолға жұмсақ болу керек. Бұл барлық келгеннің бесеуі де темір, бір. Екіншісі олар кішкентай, қолға ыңғайсыз, және де өз ақшасына тұрмайды деп ойлаймын. Мынау деген айналдыру үшін қаншама қолымыз ұзын, саусағымыз ұзын болу керек па? Не мынау үлкен кісілерге арналған ғой мынау. Достар, қараңыздаршы қалай күшті айналады, иә, қан? Ну, нормально, бірақ өте ауыр екен. Келесі пакетик, алтыншысы, бұл да ауыр, темір болса, камераны ұрып жіберетін түрім бар менде. Уже жынданып тұрмын, түгін ап тұрған жоқ ше маған. Упаковочка. Маған мен осылай. Ішінде темір бар сияқты. Так, достар, бұл қымбат түрі екен. Ух ты, бұл не? Ух ты, достар. Қараңыздар. Какой-то бір кинолар болады ғой. Марвелдің. Сол жерде қолдарына ұстанатын заттар болады. Не, қандай ауыр. Достар, смотрите, вот это я называю антистресс. Шынымен де күшті. Қараңыздар. Вот это маған нақал. Қараңыздар, қандай күшті. Реально антистресс. Вот это вот ахан молодец. Вот это вот күшті зат. Негізі тоқтамайды екен. Көп уақыт айнала береді. Негізі күшті ғой. Спиннерлар дегенді айналдырып тұру керек қой. Анау зат бір айналдырсаң көп уақыт айналады екен. Күшті нәрсе. Мынау не? Бош. Мен күшті. Ақан көрсетем дейтін. Давай ақан көрсетші, күшті екен тоже. Ал достар, осы пакетиктің ішінде екіншісі болды. Қазір оны көреміз. Ақан көрсетеді сіздерге. Олаймыз ғой? Осылай болады. И ауыстырамыз. Осылай ауыстыруға болады екен. Кәнеке, мен көрейін ба? Бұны тез істеу керек шығар. Мінеке бұлай. Міне достар, қараңыздар. Бұлай саусаққа қоясыздар да, и бұлай ауыстыра бересіздер. Қолды үйрету керек, мынау саусақтың жылжуын үйрету керек мінеке. Мына жағында ешнәрсе жоқ. Жерге қоясың, қолға ұстайсың. Мына жағын неке осылай, оп, мінеке бір, екі ауыстырып отырасың. Қолды үйретуге болады, жақсы. Үлкен кісілерге бұл негізі жақсы, бірақ балаларға бұл қызықты болмайды. Келесін ашамыз. Бұл уже ауырлау, үлкендеу. Мынандай қоятыны, бұл, наверное, былай қоямыз қазір. Осының қоятыны, бұл сыйлық емес, достар. Бұл өзінің арсына қоятын нәрсесі. Қараңыздар, әдемі. Бұл антистресқа емес, бір әдемі, бір ескерткіш идея қойып қоятынға ұқсайды. Ал қазір ол қандай антистресс екенін бірге көрейік. Ахан қарай. Ух ты! Айналады екен. Өте қызықты айналады. Вау! Маған ұнайды. Саған шақан. Ұнай ма? Нормал. Кәне мен көрейін. Қараңыздар, достар, артында Қытай тілінде неше түрлі жазулар бар екен. Алды да әдемі. Ал ахан қытайша бізде сөйлей алады екен. Оқып жіберші. Мінеке, достар, осындай спиннер екен. Өте ауыр қолға. Бұны антистресс деп айтуға болмайды. Бұл жақсы нәрсе қолға. Және бұлай әдемі қойып қойға өте ыңғайлы екен. Сондықтан біз оны очерге қойып қойайық. Ішінде, достар, пакет бар десеңді. Так, пакеттің ішінде. Металл. Ой, тоқта. Қандай антистресс сонда? Тоқта, шынды. Қандай антистресс, ақан, давай угадывать етейік. Бұл бетіп жүрмейді ғой. Бір жүрсе екен. Тұратыр, бұл басу керек шығар мүмкін, міне қараңыздар. Шықты. Айтқан ғой, танк. И болды. Жүрмейді мынау. Просто былай шығасың, кіргізесің. Достар, бұл мынандай антистресс. Мына жері просто қолмен істеуге болады. Не саусақты не істеу үшін арналған екен. Ал мына жерді былай шығарасың. Кіргізесің, шығарасың.
кіргізесің. Болды, осындай антистресс екен. Өте ауыр. Неге Қытайда антистресстарды ауыр жасайды, білмеймін. Қайда жұмсағы, қайда бүйтіп қолмен ұстайтын, қайда ақан. Мынау не? Құрсын. Танк. Қалай саған? Жақсы. По-моему, далбаша. Уй. Достар, келесі бізде коробочка уже үлкендеу. Ішінде бір күшті бір нәрсе жатқан сияқты. Ух ты! Ішінде коробка бар екен, ақан. Коробка. Коробканың ішінде коробка. Немене мынау? Лазер ма не? О, киллер. Мынау не? Давай ақан аш. Новый киллер. Суреттер бар ма екен? Міне суреттер бар екен, достар, қараңыздар. Бұл түйсіз бір нәрсе, как будто ататын ба? Зачем бізге айнып ататын? Опасно емес пе? Тұр ей. Мына пулялар ұқсайды, достар, мына бар ғой, қорқынышты. Мен қорқамын, ат жіберіп бір жерімізге тиіп кетіп, ауырып, жылап керек емес. Мына қараңыздар, достар, мына ататын екен. Бұл антистрессқа жатпайды ғой, ақан. Қалай алғансың? Жатады. Бұл ойыншық емес. Жатады. Если я-то хочу, что тогда делать? Ой, ақанға, конечно, ұнайды бұндай зат. Ұлдардың бәріне ұнайды ғой бұл. Достар, мына несі екен, пулясы екен ішіндегі. Бүйтіп оранжевыйды саламыз. Сосын істейміз, ақан. Әкенен жабайын ба? Тұр. Келесін саламыз. Тұр, саламыз. Жабамыз. Жақынырақ қойыншы. О, достар, көрдіңіздер ме, қалай атылады? Прикольно, да? Достар, бұл коробканың ішінде осындай өзінің заты ататын, оған осындай зат берілді, және де пулялары. Вау, достар, наконец-то біз келесі коробочканы ашамыз. Маған өте қызықты не? Өйткені пока менің фаворитім бұл жерде жоқ. Ну да, бұл не екен? Какой-то кубик. Ашап қарайық. Бұның ішінде бұл не? Бұл не? Ашып, не екен? Не екен ол? Ал сіздер, достар, пока что лайк басып, міндетті түрде комментарий жазып, бізге тіркелуге ұмытпаңдар. Бұл да айналатын бір нәрсе, немене бәрі темір, айналат, ақан. Бізде уже айналатын, оған ұқсайтын зат бар. Мынау да ұқсайды соған. Бұл да солай айналат, бұлай да айналат. Екеуі көрдіңіздер ме, қалай ұқсайды? Бір фирмадан шыққан шығар деп ойлап тұрмын мен. Бұның, достар, жазулары бар екен. Қызықты. Бір драконның жазуы. Енді Қытайда дракон жақсы көреді ғой. Сондықтан осындай әдемі спиннер екен. Қалай сіздерге ұнайды ма? Комментарий жазып кетіңіздер. Коробка өте ауыр екен. Маған қызықты, ішінде не бар? Қазір тағы да темір шықса, білмеймін. Мен ашайыншы. Мен вообще антистресс дегенді вообще басқаша елестеттім, бірақ ғой. Ақан ашсын жарайды. Может, Аханың қолы жеңіл шығар. Футбол. Вау, достар, это уже прогресс. Наконец-то что-то нормальное алды. Аханчиктің любимый доба. Және де әдемі темір коробочка. Қазір ашып қараймыз. Ауыр кәдімгідей. Эстетика, этика деген. Вау, мынау не ішінде? Короче, олардың ыдысы қазір ойнағаннан кейін мәссаған. Бұл анау неге ұқсап кетті ғой, андай пункт тұрғандай ойындарда опасный. Вау, достар, классно. Қараңыздар. Вот это я называю антистресс. Мынау менің любимчигім. Официально айтып жатырмын. Ашан. Қазір нағараңыздар, достар. Неше түрі жасап жатыр ғой мынау. Кәдімгідей рахат нәрсе ғой мынау. Нервім өз орныма келіп жатыр. Ахан нағара вообще күшті. Ахан түкін көрейік ал. Мынау да күшті екен, достар. Нағараңыздар, мынау енді айлаға ұнайтын нәрсе. Ертең беріп қойсаң ойнайды ғой, рахат қой. Бәрін негізі айлаға берсек. Жоқ. Мынау, достар, в общем говоря, антистресс для пальчиков, қолмен былай істеп отыруға. Кейбірлер жақсы көреді ғой, мысалы, сендер мектепте отырғанда қаламдарыңызды бүйтіп чық-чық отырасыңдар ғой, сондай нәрсе ғой, сондайға арналған. Мына жерде мынандай бар екен, күшті екен мынау.
Вот это вот антистресс, достар. Вот это вот антистресс. Лайк. И келесі ол бізде мынандай спиннер, уже миллион спиннер бізде қолымызда. Тоже жақсы, мынандай спиннер я одобряю. Неге десеңіздер, өйткені өте жеңіл, қолға жағымды. Сондықтан осы распаковка үшін лайк басуға ұмытпаңыздар. Келесі достар, ол бізде тағы да осындай спиннер салып жіберіпті. Бұл спиннерде барлықтарын білетін шығарсыздар, иә? Кімнің үйінде бар? Комментарий жазып кетіңіздер. Мінекей достар, бір коробканың ішінен осындай 4 зат шықты. Достар, коробканың ішінен осындай 4 зат шықты, және де оған осындай әдемі сөмішкесін салып жіберіпті. Сумочкасын алса салып қоясыңдар да, бүйтіп хоп дейсіңдер, оп дейсіңдер, мектепке барасыңдар. Достар, ең жақсысы, ең күштісі маған ұнағаны осы антистресс. Я, ол ауыр, бірақ өте қызықты. Бүйтіп бір қолмен бүйтіп ойнап отырасың ғой, примерно бүйтіп. Хопа. Ал достар, келесі коробочканы ашып, ішінде не бар екен бірге көрейік. Ух ты, вау, бұл не? Ең соңғысы. Әкелмен ашайын. Әке қолын қайғанап жатыр ма? Так, достар, өте қызықты шығар, сіздерге қараңыздар. Дом. Қасаты шақанмен бірінші қойыш. Мынандай қол, примерно. Вау! Пластима бұл, қалай істейсің да? Қараңыздар, қызықты. Ал достар, қараңыздар, бұл өзі түрі пистолетке ұқсайды, бірақ неше түрлі қызықты функциялары бар екен, қазір бірге көретін боламыз. Неке Ахан көрсетіп жатыр, бұл антистресспен не істеуге болатыны. Жақынырақ қазір көретін боласыңдар. Не істеуге болады, Ахан? Пиу. Давайте бірге көрейік. Оны былай істейді екен. Қолымыз, саусағымыз бір түрлі қышып, ауып тұрса, істесіңдер ғой, білейін. Опа. Дауысы жағымды, антистресс. Шындырдық. Жоқ, сынбайды ғой. Өсінде мінеке, оп дейді. Мінеке өсінде антистресс. Қызықты деп ойлаймын сіздерге. Достар, осындай заманауи антистресстер бар екен. Ал дәл қазір біз сіздермен бірге менің заманымыздағы қандай антистресс бар екенін көрсететін боламын. Және де сіздер комментария жазасыздар. Қазіргі заман антистрессы күшті болды ма, әлде менікі ме? Кеттік. Менің заманымның антистрессын жасайық. Ол үшін бізге керегі жіп, ара, және де екі осындай баклажканың крышкасы, және бірақ баклажка керек болды. Басқа ешнәрсе керек жоқ. Қазір сендер шоке боласыңдар. Қандай күшті антистресс болады. Әкелдер. Да, мен Бірінші біз крышканың бас жағын кесіп аламыз. Достар, өте оңай жасау, сондықтан бізбен бірге жасаңыздар. Қараңыздар, Аханға қалай күшті оп-оңай жасалады. Қалай Ахан, күшті ма? Өте күшті. Я. Достар, біз бутылкамыздың шет жағындағы, крышка жағында кесіп алдық. Ол сол кезде осындай болып шығады. Достар, қазір біз екі крышканы қосатын боламыз, бірақ ол қоспас бұрын екі крышкаға да осындай тесіктер жасап аласыздар. Екі мұнда және мұнда. Енді қазір клеймен осы екеуін жабыстыратын боламыз. Достар, мынау клейленді, енді қазір екінші крышкасын жабамыз. Қосамыз екеуін. Осылай қосып шығамыз. Осылай болу керек. Осылай жасайсыздар. Бізге осындай жіп керек. Енді жібімізді осы тесіктерге кіргізіп шығамыз. Достар, қараңыздар, біз осылай істеп алдық. И қазір қараңыздар, күшті болады, шок боласыңдар. Алдырамыз, достар, осылай. Енді қазір осыны біз бұлай тартамыз екі жақтан. Қараңыздар. Күшті ма, достар? Кайф, мынау деген нағыз антистресс қой. Осындай антистрессті жасау үшін видеоны жақсылап қарап алыңыздар. Және де лайк басып, комментарияда жазыңыздар. Кімнің антистрессі күшті? Менікі әлде Қытайдан келген Ахандікі ма?
шынымен де антистресс ғой мынау деген кайф қой ақан. О, миым демалып жатыр. Достар гармошкамен ойнап жатқан сияқтымын. Шаутай. Барлық нервым, клеткалар орнына құрылды. Күшті ғой мынау. Дауысын естіңдер, достар, қандай жағымды. Болды, қолым ауырып кетті. Ақан, қалай ойлайсың? Саған ұнады ма біздің антистресс? Ей! Әлде Пинтадодан келген антистресс пе? Пинтададан ұнады. Біздікі ше? Так себе. Жарайды. Ал сендерге достар комментарий жазып кетіңдер. Қазір Ақан істеп жатыр. Өте оңай ол. Қалай Ақан? Тез-тез. Енді жылдам істеп көр. Күшті ма? Қолған прям. Дауысы да күшті. Вау. Давай. Ал сіздер достар видеоға лайк басып бізге тіркелуге ұмытып қалмаңыздар. Достар, келесі видеода Ақан Қытайдан тағы да заттар заказ береді. Соны бірге күтейік. Оған дейін бізге тіркеліп ұмытпаңыздар және де лайк басып комментарий жазыңыздар. Барлығына Пока-пока.